Әр әйел бақытқа лайық. Қайырлы күн, достар. Мен Лимана Құттыбекқызы, психолог. Сіздермен бірге осы тақырыпты ашатын боламыз. Әйел бақытын әр адам әртүрлі түсінеді. Мысалға, өзінің отбасымен, балаларымен күнделікті күйбең тіршілікке көңілі толған әйел өзін бақытты санайды. Кейбір әйелдер, кейбір қыздар өзінің мансабын, өзінің білімін, жеткен жетістіктерін бақыт деп санайды. Кей адамдар астындағы мінген көлігін, тапқан табысын, тұрып жатқан өзінің ауданын, болмаса өзінің ортасын бақыт деп санайды. Нағыз бақытты әйелді қалай танимыз? Нағыз бақытты әйел жан тыныштығын тапқан әйел деп айтқым келеді. Нағыз бақытты әйел отбасымен бірге күнделікті кешкісін шай ішіп отырып, балаларының қызығына көңілі толып отыратұғын әйел нағыз бақытты әйел. Бақытты әйел ештеңеге тәуелді емес. Бақытты әйел қалағанынша өмір сүруге еркіндігі бар әйел. Бақытты әйелмен санасады. Бақытты әйелді құрметтейді. Бақытты әйелді идеал тұтады. Бақытты әйел басқадай қыздар, келіншектерге үлгі бола біледі. Бақытты әйел басқада қыздарға, келіншектерге, тіпті ауылдағы үлкен апаларымызға да үлгі бола алады. Бақытты әйелді көргенде өзіңіз де бақытты сезінесіз. Айналаңыздағы болып жатқан проблемалар, болып жатқан бір дағдарыстар, болмаса тасып жатқан су, жанып жатқан өрт бәрі де ұмытылып кетеді. Ол адамның жанында жайма шуақ, тыныштық орнайды. Бақытты әйелдің жанында қонақ көп. Бақытты әйелдің жанында дастарханы мол. Күйеуінің телефонын қадағалап, күйеуінің телефонын қарап, жүріс-тұрысын қадағалап, артынан аңдып, шаршап жүрген әйелді бақытты әйел деп айтуға бола ма? Бақытты әйелдің күйеуі басқа адамға қарай ма? Көңіл бөле ме? Әрине бөлмейді. Ақымақ әйел күйеуінің артынан аңдиды. Ақымақ әйел күйеуінің телефонын, жүрген ізін аңдиды. Ақылды әйел өзінің жүріс-тұрысын, өзінің болмысын қалыптастырады. Ізденеді, дамиды, кітап оқиды, жақсы адамдармен қарым-қатынас орнатады. Ақылды әйелдің бір көзқарасты достары көп, ортасы көп. Ақылды әйелдің балалары да бақытты. Ақылды әйелдің отбасы да бақытты. Бақытты әйел ешкімнің өміріне араласпайды. Бақытты әйел басқа адамның өмірімен санаспайды, басқа адамның өміріне қызықпайды. Қыздар, ханымдар, келіншектер, құрбы достарым, мен сендерге әйел бақытын тілеймін. Дамыңыздар, жетіліңіздер, кітап оқыңыздар, өздеріңізге бір көзқарасты орта табыңыздар, үнемі ізденісте болыңыздар, табиғатта көп жүріңіздер, демалыңыздар, балаларыңызбен, отбасыңызбен бақытты болыңыздар. Мен сіздермен біргемін.